Hayırlı gün құрметті оқырмандар. Ғабит Мүсірепов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы Даналық шаңырағы біздің тұрақты оқырмандарымызды жылына бір рет келетін қазыналы қарияларымыз қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ауылыңда қарт болса жазып қойған хатпен тең, алтынның сынығындай қазыналы қарияларымыз аман сау жүрсін деп бабадан балаға атадан ұрпаққа өсиет етіп кеткен төрдің құты, ырысы, көркі қазыналы қарияларымыз. Сондықтан баршаларыңыздың құрметті, ардақты ардагерлеріміздің, қарттарымыздың денсаулығына қуат берсін. Осы абыздық, ақсақалдық жолды болашаққа жалғастыра берсін деген ниеттеміз. Енді бүгінгі мерекелеріңізге орай біздің Даналық шаңырағында осы өңірімізге, руханиятымызға өзіндік үлесін қосқан өңірімізге белгілі еліміздің аузы дуалы ақсақалдың бірі құрметті қонағымыз төрімізде отыр. Ыбырай Алтынсарин атындағы Төсбел дегеннің иегері, халыққа білім беру ісінің озық қызметкері, облыстық құрметті ардагер төсбелгісінің иегері, ұлағат ұстаз. Алғаш рет Солтүстік Қазақстан облысында қазақ мектебі ашылған кезде сол мектепте домбыра сыныбын ашқан және бүгіндері біліммен биікке қанат қаққан қаншама шәкірттері осы облысымыздың республикалық халықаралық байқауларда намысын қорғаған өңірімізге белгілі азаматтар мен азаматшалар болды. Серікбай Құсайынов ағамыз, қош келдіңіз, мереке құтты болсын. Және осы өңірімізге белгілі республикалық халықаралық айтыстардың жүлдегері Жұмабек Рахимов бауырымыз. Ал құрметті оқырмандар, біздің енді Даналық шаңырағынан қарттар мерекесіне орай жыр шашу болсын деген ниетпен Марғасқа Мағжан, Қараөлең Жезги Кәкімбек туған киелі топырақтың атынан қарттарымызға ақын жырмен арнау айтсын деген ниетпен Жұмабек Рахимовты алдырып отырмыз. Кезек өзіңде. Рахмет. Төрінде болса үйдің қария бар, көңілге қуаныштан ән ұялар. Алтынның сынықтары көне көзді, халқымның қуанышын жариялар. Қарты бар үйдің болар қазынасы, талпынар тұғырына жанұялар. Әжесінің әлдейін естіген қыз жақсының алғысына жариялар. Атасының ақ батасын алған ұлдар тұлпарды тай күнінен таныялар. Бүгінгі қарттар күні құтты болсын, жырымды ұсынайын дария бар. Ата мен әжелерім аман жүрсін, бата мен кәделерін сәби алар. Ән қылып немеремен шөберені мәңгілік жасай берсін қариялар.
Ал енді Жұмабек бауырымызға да бүгін алғысымызды білдіреміз. Бұл енді ғасырдан ғасырға, жылдан жылға жалғасып келе жатқан салт дәстүр, әдет ғұрпымыз. Әрине ол қазыналы қарияларымыз жас ұрпаққа жеткізіп отыр. Қазақ қаруындай қабырғалы қазақ халқының болмысын, салтын, әдет ғұрпын, жалпы қалпын, өнерін, сонымен қатар тарихын осы қазыналы қарияларымыз насихаттады деп ойлаймыз. Ал енді ұлағат ұстаз, ардагер қарияның бірі ғана емес, бірегейі, өңіріміздің зиялы қауым өкілдері құрметтейтін, ардақтайтын, ағалайтын Серікбай аға, бүгінгі мерекеңіз тағы да қайырлы құтты болсын. Енді аяулы ақын Мұқағали Мақатаевтың керемет өлеңі бар. Сырашпайды сенің құлат іздерің, сырашпайды таутастағы іздерің, сенің бүкіл болмысың тағдырын домбыраның шанағынан іздедім деп. Қасиетті қара домбыраны осы киелі Қызылжар топырағында тәуелсіздік алғаннан кейін де алғаш рет домбыра сынын ашып, қаншама шәкірттер тәрбиелеп ұшырдыңыз, биікке қанат қақтырдыңыз. Бүгіндері біз ойлаймыз, сахнаның төрінде, өнердің өрінде жүрген ағаларымызбен әңгімелескен кезде сіздің есіміңізді бірегей қылып айтып отырады, ерен еңбегіңізді айтып отырады. Әрине ол тарихтың алтын беттерінде хатталып қалу керек деген ниеттеміз. Енді бүгін мереке, соған байланысты домбыра алып келіп отырсыз. Сізге кезек берейік, күй тартатыныңызды білеміз. Бүгін енді мерекеге орай өзіңіз бір құрдастарыңызды құттықтап кетсеңіз, замандастарыңызды. Жарайды. Бүгінгі қарттар күні ғой енді. Тәуелсіздік алғаннан бері біз қарттарды құрметтеп, қолдап жатыр. Бұрын мұндай ертеде болған жоқ еді совет үкіметінің кезінде. Ал мына тәуелсіздік алғаннан кейін қарттарды құттықтап, қарттардың енді аталарымыз деп құрметтеп, сыйлап жатыр ғой. Енді қарттардың өзі енді сиреп қалды, азайып қалдық. Ақырын енді өмірден озып жатқандар бар. Ал енді мына бүгінгі күні қарттар күні құтты болсын. Барша қарттарды құттықтаймын. Қарттардың дені сау, ауырмасын, деніне саулық берсін. Мынандай тәуелсіздік алған жылдары жақсы Қазақстанның тәуелсіздігінде жасап, бақытты өмір сүре берсін. Асырайтын жас болса, өлі кететін кәрі жоқ дейді. Сол сияқты жастар аман болса, кәрілер аман болсын, жастар күтетін болсын, жастар, кәриялар бақытты өмір сүретін болсын. Кәрілердің енді мынау сөз сөйлесең, сөйлемесең қайдан шығады дейді ғой. Мынау қариялар болғаннан кейін бір айтатын сөздердің реттері де келетін болады. Енді сөздің реті айтылса көп болады. Ол енді өткен күндерде белгі бар, қанша жолдастар бар, қанша қарттар болды, соның бәрін еске алуға болады. Ал енді бүгінгі күні қысқа хабарды енді осылай ғана сіздерді қарттар, сіздерді құттықтап қояйын да, сіздерге бір жақсы бір күй тартып берейін шамам келгенше. Қош. Бәрекелді, кезек өзіңізде ға. Ал енді бүгін мереке күні ғой. Сейілхан Құсайыновтың мереке деген күйін тартайын. Мұнау үстел маған бөгет болып отыр. Сау ғана, Бұлай болса. Шабыттан шалқып тартыңыз, мереке сіздікі. Опырмай десеш, бәрі жақсы ғой. Қалай отырсам екен, мұның ыңғайлы биік орындық керек еді. Шап!
Рахмет аға. Еңбегіңізге үлкен алғысымызды білдіремін. Үлкен ерен еңбегіңізді әлі күнге дейін жүрегіміздің төрінде сақтаймыз. Сондықтан құрметті оқырмандар, бүгінгі біздің қазыналы қарияларымыз осы кітапханамызға келіп тұрады, кітап алып оқып тұрады, аталық өсиеттерін беріп тұратын аталар мен әжелер, мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Асылдарымызды, қарттарымызды, қарияларымызды, қазыналарымызды көзінің барында бағалап жүруге не жетсін. Сондықтан мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Тәуелсіздігі тұғырлы, берекесі берік егеменді еліміздің болашағы баян болсын десек, қазыналы қарияларымызды ардақтап жүруге Алла нәсіп етсін. Келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі мерекелік іс-шарамыз өз мәресіне жетті. Жеңісті күнде жүздескенше қош сау саламатта болыңыздар.